Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Мен ақпараттық технологиялар колледжінің оқытушысы Жакупова Айнұр Сағадатқызы. Информатика пәнінен бүгінгі сабағымыздың тақырыбы виртуалды және кеңейтілген шындық, виртуалды шындықтағы адам. Бүгінгі сабақтың мақсаты виртуалды және кеңейтілген шынайылық түсініктерін және мақсаттарын білу. Қазіргі уақытта виртуалды және кеңейтілген шынайылық технологиялары технологиялық мүмкіндіктер көзіне айналды. Кеңейтілген және виртуалды шынайылық технологиялары инженер, сәулетші, дизайнер және риэлторларға арналған программалық өнімдерде жобалау, мамандарды оқыту және қайта даярлау үшін кеңінен қолданылады. Кеңейтілген және виртуалды шынайылық технология білім беру мен медицинада қолданылады. Олардың негізінде оқыту программалары мен тренажерлар әзірленеді. Медицина аппараттары жобаланады және ота жасалады. Ал енді виртуалдық шынайылық дегеніміз не? Яғни шынайылықтың компьютерлік моделі немесе қандай да бір жағдайдағы қалпына келтіру. Виртуалды шынайылық заманауи компьютерлік технологиялардың көмегімен құрылған цифрлық әлем. Виртуалды шынайылыққа арнайы гаджеттер арқылы енуге болады. Олардың негізгі мақсаттары ойын-сауық, бейне, 3D фильмдер, тағы басқа елестететін шынайылықты жасау және жетілдіру, өмір сүру сапасын жақсарту, шынайылық имитациясын жасап отырып адамдардың белгілі бір дағдыларға машықтануы, мысалы ұшқыштарға арналған симулятор. Виртуалды шынайылық термині алғашқы рет 1980 жылдардың ортасында таралды. Бұл терминді америкалық ғалым виртуалды шынайылық технологияларының көшбасшысы Джарен Ланье қолданысқа енгізген. Кеңейтілген шынайылық термині алғашқы рет 1990 жылы Boeing әуеғарыш корпорациясының зерттеушісі Том Кодл ұсынған. Кеңейтілген шынайылық дегеніміз бар шынайылыққа компьютермен модельденген жақсарту қабаттарын салатын технология. Кеңейтілген шынайылық қосымшаларда жасалған әрі мобильді құрылғыларда қолданылады. 1994 жылы Милгрэм және Кишино аралас гибридті шынайылық немесе шынайылық виртуалды континуумы моделін ұсынды. Бұл модель аралас шынайылық виртуалды континуум аясында нақты және виртуалды әлем нысандары бар, бір уақытта бірге тіршілік ететін және өзара әрекеттесетін жүйе ретінде анықталған. Бұл модельдегі аралық буындар кеңейтілген шынайылық пен кеңейтілген виртуалдылық. Кеңейтілген шынайылық нақты әлемге жақын, ал кеңейтілген виртуалдылық виртуалды әлемге жақын болып табылады. Бұл суреттен сіздер аралас шынайылық моделінің схемасын көре аласыздар. Бұл модельдің негізгі элементтері: толық шынайылық, яғни бізді қоршағанның бәрі, виртуалды шынайылық, цифрлық әлем, кеңейтілген шынайылық, виртуалды элементтері бар нақты әлем, кеңейтілген виртуалдылық, нақты әлемнің физикалық элементтерімен толықтырылған виртуалды әлемі. Бұл аралас шынайылық моделінің элементтері болып табылады. Кеңейтілген және виртуалды шынайылық технологиялары құрылғы, программалық қамтамасыз етілім және контент деген 3 компоненттен тұрады. Виртуалды және кеңейтілген шынайылықтың түрлі құрылғыларын қарастырып кетейік. Үстел үсті доғалары, мобильді гарнитуралар, VR автономды көзілдіріктері, виртуалды шынайылық бөлмелері, қосалқы гарнитуралар, джойстиктер, қолқаптар, жүгіру жолы, аяқ платформасы, осының бәрі виртуалды шынайылық құрылғыларына жатады. Кеңейтілген шынайылық құрылғылары сонымен қатар ақылды көзілдірік пен дулығалар, компьютерлік көру технологиясының көмегімен кіріктіріліп орнатылған датчиктері мен камералары бар автономды және жинақы құрылғылар қолданушыны айналасындағы кеңістікті талдауға, ондағы бағдарлауға арналған кеңістік картасын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Мобильді құрылғылар кез келген заманауи смартфон немесе планшет кеңейтілген шынайылық құрылғысы бола алады. Оған тиісті программаны орнату ғана жеткілікті. Осы суретте көріп отырғаныңыздай кеңейтілген шынайылық құрылғылары, атап айтқанда ақылды көзілдірік, мобильді құрылғылар, интербелсенді стендтер мен дүңгіршектер. Виртуалды және кеңейтілген шынайылық біздің күнделікті өміріміздің ажырамас бөлігіне айналып бара жатыр. Sephora, Nestle және Jaguar Land Rover компаниялары жеке кеңес беру, тауарлардың шығуы туралы ақпарат немесе олардың
өнімдеріне арналған қосымша қызметтер ұсыну үшін AR мен тәжірибе жасады. Ал IKEA компаниясы AR-ды өз қосымшасына толық шоғырландырды. Соның арқасында қолданушылар үйлерінде жаңа жиһаздың қалай орналасатынын көре алады. AR-ға деген қызығушылық күн санап өсуде. Apple компаниясының бас атқарушы директоры Тим Кук сұхбатының бірінде AR күніне 3 рет тамақ ішу сияқты маңызды болады деп мәлімдеген еді. Жақында Facebook әлеуметтік желілердегі 3D нысандарын цифрлық модельдеуге байланысты жұмыс жоспарын жариялады. Соның арқасында қолданушылар жаңалық легіне және достармен тілдесуге жаңа мүмкіндіктер алады. Күнделікті өмірде виртуалды және кеңейтілген шынайылық технологияларын қолданудың негізгі бағыттарын қарастырайық. Мысалы, аударма ісінде, мобильді ойындарда, түрлі нұсқаулықтарда, геолокацияда, қарапайым тапсырмаларды орындауда, сатып алар алдында қолданып көру үшін, білім беруде және де қосылған қаптамаларда VR мен AR-ды қолдану бағыттары қарастырылады. Виртуалды әлемге үйір адам өзінің кейіпкерлерінің рөліне терең еніп кетуі де мүмкін. Бұл оның шынайы өмірдегі мінез құлқына әсер етеді. Сондай-ақ адам уақытты ұмытып шын өмірден бейхабар болып қалады. Осындай әсерлерге қарамастан, адамның денсаулығы виртуалды шынайылықтан зардап шегуі де мүмкін. Психикалық бұзылуларды VR арқылы емдеу жолында түрлі зерттеу жүргізілуде. Оның көмегімен күйзеліске шалдыққан адамдарды емдеуге де болады. Сонымен қатар виртуалды шынайылық мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін аса қажет болуы мүмкін. Ойындарда басқа ойыншылармен қарым-қатынас жасауға, сондай-ақ өзінің арманын орындауға мүмкіндік береді. Мүмкіндігі шектеулі адамдар осы виртуалды әлемге еніп, барлық шектеу мен қиындықтарды бір сәтке болса да ұмытып кетеді. VR технологиясы себепсіз қорқынышты, күйзелісті емдеу үшін диагностикада қолданылады. Сондай-ақ жадты, зейінді және кеңістікті ойлауды жаттықтырады. Ал енді бекіту сұрақтарына назар аударайық. Біріншісі, құрметті студенттер, виртуалды және кеңейтілген шынайылық деген не? Екінші сұрақ, виртуалды және кеңейтілген шынайылықты қолдану бойынша мысалдар келтіріңіздер. Үшінші сұрақ, виртуалды шынайылыққа ену үшін қандай құрылғылар керек? Төртінші сұрақ, виртуалды шынайылықты өмірде қалай қолданып жүрміз? Мысалдар келтіріңіздер. Кестені толтыр. Бүгінгі үй жұмысыңыз виртуалды және шынайы кеңейтілген кеңістікті толтыру бойынша аталған сұрақтар бойынша кестелеріңізді толтырасыздар. Визуалды құрылғылар суреттің түпнұсқасы, қоршаған орта, болашағы және жаңа қырынан, бар немесе жоқтығынан және қабылдау жолдарынан тұрады. Сонымен қатар екінші кестеде сіздер қолдану саласы бойынша VR мен AR-ды қолдану тәсілдерімен жазасыздар. Спорт саласында, медицина саласында, білім беру, өнеркәсіпте, сауда және киноиндустрия салаларындағы қолданысты көрсетесіздер. Құрметті студенттер, назарларыңызға рахмет.